15 қыркүйекке дейін табысы мен меншігіндегі мүлкі туралы декларация тапсырмаған шенеуніктер жауапкершілікке тартылады. Өйткені ережеге сай мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар бір жыл ішінде кірісін сатып алған немесе сатқан жылжымайтын жылжитын мүліктері жайлы есеп беруі керек. Болмаса айыппұл салынады. Ал нақты табысын жасыру үшін байқамай кейбір мүлкін көрсетуді ұмытып кеткендерге жаза тіптен ауыр. Еске сала кетейік, өткен жылы табыс декларациясын тапсыру басталды, бірақ кезеңмен енгізілгендіктен әзірге тек мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар тапсырып, сондай-ақ банк, сақтандыру және бағалы қағаздар нарығының ірі акционерлері де міндеттелді. Сәйкесінше жұбайлары да жылдық кірісі мен мүлкі туралы мәлімет беруі керек. Бұл еліміздегі жемқорлық деңгейін төмендету үшін қолға алынған іс. Сол арқылы мемлекеттік қызметте жүріп, бір айлықтың бетіне қарап отырған шенеуніктерде қыруар қаржы, қымбат киім, көліктің қайдан пайда болғанын білуге мүмкіндік болады. Яғни олар табысы туралы ақпаратты беріп қана қоймай, оны дәлелдеуі тиіс. Ал кірісін жасырып, толық емес не қате өткізсе жауапкершілікке тартылады. Алайда айыппұл бірден салынбайды, алдымен ескерту беріледі. Егер бір жыл ішінде қайталанса, жаза қатаңдатылады. 15 қыркүйекке дейін санаулы күндер қалды. Сол себептен соңғы күнге қалдырмай, осы уақыттан тапсырып бітірулерін сұраймыз. Себебі 15 қыркүйекте серверге өздеріңіз білесіздер, ауыртпашылықтар түсуі мүмкін. Сол себепті тапсыратын декларация мерзімінен кеш түсуі мүмкін. Ал мерзімінен кеш тапсырылған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Жетісу облысында 32 мың тұлға 250 нысан тапсырған. Енді биыл олар автоматты түрде 270 формада есептілікті тапсыру керек. Бүгінгі таңда 3 мыңға жуық әлі тапсырылған жоқ тұлғалар. Солар осы 15-іне дейін тапсырып біту керек. Әлі жалпы халықтық табыс декларациясының 3 кезеңі бар. Соған сәйкес келесі жылы мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері меншігіндегі активтері жайлы есеп бере бастайды. Яғни дәрігер, мұғалімде жылдық табысын, мүлкін жариялайды. Әйелі немесе күйеуде міндеттеледі. Ал 2024 жылы бизнесмендер, 2025 жылы бүкіл халық тапсырады.